Тақырып бізде дәреже, санның дәрежесі. Біздің математика сауаттылықта келетін есептерге тоқталатын болсақ, мысалға бірінші есеп. Есептеңіз дейді. Сіздер ойлаңызшы қалай, біріншісін істеуге болады? Жақшаның сыртына шығарамыз, жақшаның сыртына 2017 ең кішкентай дәрежесін, дұрыс па? 2018-ден 17 кетіп қалды. Сонда 1 қалады, 1 жазылмайды. Азайту мына жақтан 1 қалады, 1 қалады. Мына жақтан нені шығарамыз? 2016 кішкентай дәрежені шығарасың. Каждый раз яқта 2 қалады, анда минус 1 қалады. Мына кетеді да, екеуі бірдей жақша. Анда сызып тастаймын. Сосын екеуі де 2 дәрежеден істейді бөлу кезінде. Азайтады. 2016-ны алсаң, 2-ның 1 дәрежесі 1 жазылмайды. Жауап 2. Оп-оңай ғой да? Бізде енді дәрежеге байланысты келесі есептің түрі, бірінші есеп болса, екінші есеп. Енді таңыз. 9n қосу 9n. 9n нешеу тұр мына жақта? Бірінші есеп. 9 тұр. Значит, қара. 9 тұр, 9 көбейтілген 9n, дұрыс па? Тең 3-дің 2010 дәрежесі. 2010 дәрежесі. Сонда? 9-ды 3-ке келтіріп аламыз. Так, мына дәрежелер не істейді көбейту кезінде? Қосылады. Қосылады 9-ның n қосу 1 дәрежесі. 3-дің 2010. Дұрыс, 9-ды келтіріп аламыз. 3-дің квадраты, значит, 3-2n. Дұрыс. Плюс 1. Осылай ғой да? Иә. Енді ана кетіп қалады. Екі жақтан да 2-де 3 болса, 3-те қысқарып кетеді. Сонда дәрежелер теңестірейін, е? 2. Қашан ашырамыз сразу? Тұра берсін. 2n плюс 1 дейсің. 2n плюс 2. n қосу 1. 2-ке бөліп жіберсек. 1005. 1005. n тең 1006. 1004. Бір минуспен аяқталады. Онда жауап бізде. Үйге есеп беріледі, мысалы қара, осы түрден бір есеп беріледі, 2-3 есеп. Мына түрден келеді, я? Дәрежеге байланысты әртүрлі қандай есептер келеді, соны жаза беремін. Келесі түр бізде мұндай. Үшінші есеп болсын. 31-ге бөлгенде қанша шығады дейді. Осы санды, общий осы санды 31-ге бөлу керек, я? Сіздер ойланша қалай істейміз? Осы санды 31-ге бөлу керек. Ана 2003-ті не істейміз? Дұрыс, ана есеп сияқты ғой. Ең кіші дәреже бізде 2006 ғой. 3 қой, я? Соны шығарамын. Сонда не қалады екен? 3. Так, 3-тің 3. 1 Бәрі қалады. Бәрі кетіп қалды ғой. 1 плюс 3 қалады. 1 дәрежесі қалады. Мұнда 3-тің плюс 3-тің 3 кубы қалады, дұрыс па? Сонда бөлем 31-ге. Дальше. Жақшаң ішіне не шығып тұр? 2003. Мына қосына жақшаң ішіне. 31 шығады, көбейту 31, бөлу 31 кетеді. Қысқарады. 2003 дәрежесі қалады. Сколько қалады? 3-тің 2003 дәрежесі. Дәрежеге берген 3-ші есептің түрі осылай. 4-ші есеп бізде мұндай есеп болсын. Аның минус 4 дәрежесі 81-ге тең дейді. Табу керек 3a-ның 4-тен 1 дәрежесін табу керек. Бізге қара 3a-ның 4-тен 1 дәрежесін табу керек. Мынаны табу үшін бізге не керек бірінші? Минус 4. Жоқ. Бірінші не керек? Яққа не керек вообще? Аның орнына бір сан керек, да? Аның орнына бір санды қойсақ шығады ғой. Значит, біз ойлаймыз, онда мияқтан аны табуға болады. Аны қалай табамыз мұнда? Ана не дәреже, ой, түбірасына 81 деген, например, 3-тің 4 дәрежесі. Да, 3-тің 4 дәрежесі ма? А бізде мияқта не тұр? Минус 4, ол бөлшекпен. Значит, қалай ол? 3-тің 4-тен бәрі болады. Жоқ. Екеуі бірдей болу керек. Либо мынаны минус 4 қылайық, либо мынаны 4 қылайық. Не істейміз? Аның 4 дәрежесі. Мынаны минус қылсақ, онда былай болады. Аның минус 4 қой. Мына 1 бөлу 3-тің минус 4 дәрежесі. Если 1-ге бөлсек, онда дәреже минус болып кетеді екен. Екі жақта дәрежелер бірдей ғой теперь. Екеуін қысқартса, а не тең? 3-тен 1-ге. 3-тен 1-ге тең болады. 3-тен 1-ді апарып қайда қоямын? Біз табу керек жерге қоямын. Мысалы 3 көбейтілген. 3-тен 1-дің 4-тен 1 дәрежесі. Яқтан істейміз. 3-тен 3 кетіп қалады, 1 қалады сонда. 1-дің кез келген дәрежесі 1-ге тең. 1-ге тең. Түсінді ма? Бірінші аны тауып алдық та, апарып орнына қойдық. Барлығын шығардық қой. Түсінгеннен кейін дәл оған мысалға астына примерлерді келтірген жоқпын. Түсінікті? Уже түсінікті болғаннан кейін дәл осы есеп жазып не керегі бар, дұрыс па? Басқа бір түрін жазып жатырмын. Түсінікті ғой? 5-ші есеп бізде. А варианты 3-тің 10 дәрежесі, Б варианты 5-тің 12 дәрежесі, С варианты 4-тің 11 дәрежесі, Д варианты 6-тың 13 дәрежесі,
Е варианты 8-дің 13 дәрежесі. 5 вариант берілген. Қай сан натурал санның квадраты да кубы да болмайды. Квадрат та куб та болмайды. Қай сан? Сұрақ. Мына бұяқта 5 вариант берілген ғой. Сұрақ айтады. Қай сан? Осының ішінде қай сан? Бір санның квадраты да кубы да болмайды. Натурал сан. Натурал сан дегеніміз не біріншіден? Любой сан. Любой сан натурал болмайды. Қандай сан натурал сандар? 1, 2, 3, 4. Біз сан айтты сандар, дұрыс, сондай сандар натурал сандар. Квадраты да кубы да болмайды. Мысалы қара, 3-ті мен былай жазсам бола ма? Квадраты. 10-ды 5 көйтіп 2 деп жазсам болады ғой? Значит, ол 3-тің 10 дәрежесі 5-тің 3-тің 5 дәрежесінің квадраты. Жаза аламын. Мына қалай жаза аламын? 6-ның квадраты. Жақсы. 5-ның 6 дәрежесінің квадраты. Бірдеңенің квадраты деп жаза аламын. Қай сан жаза алмаймыз? 11-ді жаза алмаймыз. 11, 13-ті жаза алмаймыз. Ну, енді ол 2-ның квадраты болады. Бізде қараңдар, 5 жауап қой. Оның только нешеуі дұрыс? Біреуі дұрыс. Біреуі дұрыс болмай ма? Енді бізде 3-і бар ғой. Мынаны қалай жаза аламын? 2-ның 2 дәрежесінің 11. О, дұрыс. Төртті нағы деп жазам? 2-ның квадраты. 2-ның квадраты деп жазам, хорошо? Потом сыртта 11. Немесе былай, дәрежелерді орын алмастырып жүрсеңіз болады ғой? Болады. Болады ғой? 6 келмейді. 8-ші. Ол 2-ның 3 дәрежесі. 2-ның 3 дәрежесінің 13 дәрежесі деп жазам, дұрыс па? Ал мына 2 орын алмастырсам қалай? 2-ның 13 дәрежесінің 3 дәрежесі. Ол кубы болып шықты. 6-сында келмейді. 6-ны жаза аламын ба бірдеңе? Жоқ, жазылмайсыз. 13-ті жіктей алмаймын, 13 ештеңе бөлінбейді. 6 қалай жіктеледі? Ол бірден санның квадраты ма, кубы ма? Жоқ, келмейді. Онда вариант? Да. Түсінікті ғой? Қалай іздеу керек? Молодец. Бесінші степ, бізде 6-шы степ келесі. Бізде былай қара, сан дәреже ғой біздің тақырып бүгінгі. Дәрежеге келетін есептердің әрқайсысына бір-бір мысал келтіреміз, иә? Сіздерге түсінікті болмаса, 2 мысалдан келтіреміз. Мен ойлап тұрмын, барлығына түсінікті ғой. Поэтому басқа мысалдар келтіре беремін. Бізге енді 6-шы степ. 4-тің 15 дәрежесі қосу 8-дің 10 дәрежесі. Неге тең? Қосындысын табыңыз. Ана 2-ге не істей аламын? О, молодец. Бізде дәреже ғой, тақырып дәреже. То есть сразу сені ойланың дәрежеге кету керек. 4-ті ол 2-ның квадраты. 2-ның квадраты 15. Анау 2-ның 3 дәрежесі кубы 10 дәрежесі. Сонда 2 мен 15 істейді. Көбейтіледі 2-ның 30 дәрежесі. 2-ның 30 болады. Анау тоже 30. Ал бұл екеуін қалай қосам? Екеуі бірдей. Ну, мысалға x қосу x неге тең? 2x. Значит, мына тоже 2 көбейтілген 2-ның 30 дәрежесі, дұрыс па? 2-ның неше не деген дәреже? 1 мен 30. Сонда 2-ның 31 дәрежесі. 2 дәреже қосылады. Жауап 2-ның 31 дәрежесі бар. Үшінші степ. 3-тің 2016 дәрежесі тең 2m болса, 3-тің 2017 дәрежесін m арқылы 12-теңіз дейді. m арқылы 12-теңіз. Бізді беріліп тұр қара. 3-тің 2016 дәрежесі 2m, иә? Барлығым сақта қараймыз. 3-тің 2017 дәрежесін m арқылы 12-теңіз. 2m плюс 1 ма? Аны қалай жазалым? 2016 көбейтілген 1. Да? 3-тің 2016-ға 1-ді көбейтсем мынау шыға ма? Жоқ, плюс 3-тің көбейтілген 3-тің 1 дәрежесі. Осылай ғой? Иә. Сонда мына орында не қоям мен? 2m. 2m-ді Сонда қоям. 6m. 2m көбейту 3 тең болады? 6m. 6m. Бір мысал келтіріп жіберейін. 8-ші степ. Өнектің мәнін табыңыз. Мына байқап тұрсыңдар ғой да, барлығы минус 1. Дәрежелі істеп жатыр. Өсіп жатыр, ана жақта көп нүкте нені білдіреді ол? Келесі 4, шексіз емес. Жоқ, 14-ке дейінгі сандар. 4, 5, 6 солай, иә? Минус санның тақ дәрежесі, бір деген тақ сан ғой. Тақ дәрежесі минусқа тең болады. Ал жұп дәрежелер? Плюс. Олар 1-ге тең болады. Дұрыс па? Сонда мияқтан біздің жауап енді 1 ма или минус 1 ма деген ой ғой бәрімізде. Не шығуы мүмкін? Қалай істейміз? Қара, бізге вообще-то жұп дәрежелер ол 1 деп берсе, онда олар керек емес қой. Бізге керек емес, просто сызбасақ болады да. Тақ дәрежелер нешеу бұл жақтан? 1, 3, 5, 1 бар, 3 бар, 5 бар, 7, 9, 11, 13. Мына каждыйынан минус шығады, да?
Мына екеуіне 2 минустан. Плюс. Плюс шығады 2 минустан. Плюс. 2 минустан. Плюс. И Мынада жалғыз. минус. И жауап не болады? Минус. Минус 1 болады. Түсінікті ма? Иә. Математикалық сауаттылықта кездесетін, жиі кездесетін дәрежеге байланысты есептер осымен, жиі кездесетін есептер осылар. Әр қайсысына бір-бір мысалдан бердік.